1 тамыздан бастап Екібастұздың мектепке дейінгі балалар ұйымдарына балаларды қабылдау басталады. Бұл туралы ақпаратты Екібастұз білім бөлімінің ресми Instagram парақшасында хабарланған. Биыл мемлекеттік балабақшалардағы орындарға 2019-2023 жылдары туған балалар үміткер бола алады. Ол үшін Индиго 24 KZ электронды платформада тіркелу қажет. Мектепке дейінгі ұйымда орын босаған кезде бірыңғай кезек жүйесі сізге бұл туралы SMS хабарлама жібереді. Егер сол ойынға қабылданғыңыз келсе, «Иә» деген жауапты білдіретін коды бар SMS жіберіңіз. Код SMS хабарланның соңында болады. Одан кейін сізге жаңа хабарлама жіберіліп, жолдама берілгені расталады. Енді Индигодағы жеке кабинетке кіріп, менің жолдамаларым парақшасында жолдамаңыз болады. Шарт жасасу түймешігін басып, экранда көрсетілген барлық құжаттарды жүктеп, нұсқаулық бойынша шарт жасасу процесін бастаңыз. Барлық қадамдардан өткен соң шарт мектепке дейінгі ұйымның қаралауына жіберіледі. Шарттың мәртебесін жеке кабинет арқылы тексере аласыз. Мектеп алды даярлық топтары бар балабақшаларға 2019 жылы туылған балаларға 186 орын бөлінеді екен. Оның ішінде қазақ тілінде оқытатын топтарға 124 орын бөлінсе, орыс тілінде оқытатын топтарға 62 орын бөлінеді. Сондай-ақ 1 тамызда 2020 жылы туылған балаларға арналған үлкен топтарда 194 орын қарастырылса, оның ішінде қазақ тілінде оқытатын топтарға 128 орын, орыс тілінде оқытатын топтарға 66 орын ұсынылған. 2 тамызда 2021 жылы туған балаларға арналған балабақшалардың орта топтарында 375 орын бөлінеді. 5 тамызда мектепке дейінгі ұйымдардың кіші топтарына қабылданатын 2022 жылы туған балаларға барлығы 1102 орын ұсынылатын болады. Ал 2023 жылы туған балаларға арналған ерте даярлау топтары 41 баланы қабылдай алады. Сонымен қатар әртүрлі жастағы топтар жасақталатын болады. Оған 2019 бен 2021 жылы аралығында туылған балалар қабылданатын болады. Бұл топтардағы орындардың жалпы саны 197 бірлікті құрайды. Ал ерте жастағы топтарға 2002-2023 жылы туылған балаларға 36 орын қарастырылған. Жалпы білім бөлімінде ата-аналарға 14-14 сервисі жіберетін SMS хабарламаларды мұқият қадағалауды сұрайды.